Алдыңызға үлкен мақсат қойған кезде жолда кедергілер болады, бірақ оған алаңдамауыңыз қажет. Оның мысалы бір ауылдан өтіп бара жатсаңыз, көше бойлап, сол ауылдың иттері жан-жағыңыздан үруі мүмкін. Бірақ ол әр итке мән беріп тоқтап, әр қайсысымен осындай мәміле жасасаңыз, сіз көшенің басына баруыңыз ұзақтайды. Уақыттан кешігесіз. Сол үшін алаңдамай кешігіп қалмайын деп, итке мән берместен жүріп кете берген секілді, өмірде де осындай небір кедергілер болуы мүмкін, оған мән бермеуіңіз қажет екен. Өйткені мынау бал арасы балды жинайды, бірақ сол балдың қаншалықты біз пайдалы екендігін жақсы білеміз. Дәл сол секілді, бірақ шыбынға балдың ешқандай бір қадір қасиеті жоқ. Шыбын ол нәжасқа барып қонған секілді, бірақ ол үшін балдан нәжас секілді көреді. Сол үшін сіз бал арасы секілді балыңызды жинап, айналыса беріңіз, бірақ жаңағыдай шыбындарға